Химияның басты міндеттерінің бірі заттардың қасиетін зерттеп, оларды адам игілігіне пайдалану. Біздер сіздермен қазір заттардың физикалық қасиетін танысумен жалғастырамыз. Заттардың негізгі физикалық қасиетіне, олардың агрегаттық күйі, түсі, иісі, тығыздығы, жылу және электр өткізгіштері, балқу және қайнау температуралары және ерекшелігі жатады. Бүгін маған тәжірибе көрсетуге 9-шы химия сыныбының оқушысы Амангелді Бекарыс көмектеседі. Агрегаттық күйіне байланысты заттар үшке бөлінеді. Қатты заттар, мысалы көмір қатты затқа жатады. Сұйық затқа мысалы су жататынын білесіңдер. Және оттегі, газ тәрізді болады. Заттардың түстері де әртүрлі болады. Мысалы натрий хлоридінің кәдімгі ас тұзының түсі ақ. Кобальт 2 хлоридінің түсі күлгін түсті. Натрий бихроматының түсі қызыл сары, никель 2 хлоридінің түсі ашық жасыл болады. Заттардың иістері де әртүрлі болады. Күнделікті тұрмыста пайдаланып жүретін сірке су, сірке қышқылының өткір иісі бар. Оны абайлап иіскеу керек. Этанол, этил спиртін сіздер лабораторияда қан тапсырған кезде білесіздер, оны зарарсыздандыру үшін пайдаланады. Этил спиртінің де өзіне тән иісі болады. Ал су иіссіз сұйық зат.